Ассалаумағалейкум. Шілдеде Қарақалпақ бауырларымыз диктатор Шавкатқа қарсы шығып, тәуелсіздік жариялап еді. Бірақ өзбек армиясы келіп, қан төгіп, оларды басып тастаған. Енді ол туралы бәрі ұмытқасын. Өзбек президенті Мал Шавкат Қарақалпақ бауырларымызды өлім жазасына кесейін деп жатыр. Шұғыл, Қарақалпақ халқын қолдайық. Видеоға барынша лайк қойып, комментарий жазыңыз. Шындықты бәрі білсін, ұмытылмасын. Халықаралық Human Rights Watch адам құқығын қорғау ұйымы Қазақстанда Қарақалпақ белсенділерін Өзбекстанға бермеуге үндеді. Ұйымның жазуынша 13 қыркүйек пен 5 қазан аралығында Қазақстанда полиция Өзбекстан билігі халықаралық іздеу жариялаған 4 Қарақалпақ белсендісін ұстаған. 47 жастағы блогер-диссидент Қошқарбай Төремұратов пен 53 жастағы оппозиционер Жангелді Жақсымбетовті полиция 13 қыркүйекте кешке үйінен ұстап әкеткен. 55 жастағы дәрігер-кардиолог Раиса Құдайбергенованы полиция 16 қыркүйекте жұмысынан, белсенді Зиуар Мирманбетованы 4 қазанда үйінен әкеткен. Оларға қандай айып тағылғаны ресми түрде хабарланбады. Human Rights Watch ұйымы процессуалды құжаттарды көрген Қарақалпақ диаспорасының Алматыдағы белсендісі Ақылбек Мұратбайға сүйене отырып, ұсталғандардың мемлекетке қарсы қылмыс жасады деген күдіктелініп, іздеу жарияланғанын жазады. Бұған қоса, өз елдерінде қауіп төніп тұрған белсенділерге қысқа уақыт аралығында пана іздеуші тұлға мәртебесін беруге шақырды. Жуырда Қазақстанда өзбек билігінің сұрауы бойынша 4 Қарақалпақ белсендісінің ұсталғаны белгілі болған. Алматы соты олардың қамау мерзімін 40 күнге ұзартқан. Қазақстан билігі Қарақалпақ диаспорасының 4 белсендісін Өзбекстанға экстрадицияламауы тиіс. Оларды өз елінде саяси себеппен қудалап, азаптауы мүмкін деп жазды 15 қазан күнгі мәлімдемесінде. Жан-жақтан алып қарағанда, Өзбекстан билігі Қарақалпақ диаспорасының белсенділерін Қарақалпақстандағы шілдедегі наразылықты күшпен басып жаншу кампаниясы аясында қудалап отыр. Өзбекстанға күшпен қайтарған жағдайда белсенділерге азаптау мен саяси себеппен қылмыстық қудалау қатері төнеді. Мұндай жағдайда Қазақстан билігі оларды тапсырса, халықаралық құқықтық тиімді бұзған болып шығады. Сол себепті билік белсенділерді экстрадицияламай босатуы тиіс деді Human Rights Watch ұйымының орталық Азия бойынша зерттеушісі Мира Ритман. Ресейге тәуелді болудан құтылу және аймақта ықпалы артқан Қытай мен Түркия. Ұлыбританияда шығатын Financial Times басылымы Ресейдің Украинадағы соғысы Қазақстанға Мәскеуге тәуелділіктен құтылуға жол ашқанын жазды. Қазақстан президенті Ресейдегі ішінара мобилизациядан қашып елге келген ресейліктерге қамқорлық көрсетіліп, қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі деп мәлімдеген. Мақала авторы Астанада тұратын журналист Полина Иванова орталық Азия мен Кавказ елдерінің ресейліктерді қабылдауы олардың Ресейдің Украинадағы соғысынан алшақтау талпынысын көрсетеді дейді. Автордың жазуынша, Астанадағы бизнес жетекшілері, үкіметтегі шенеуніктер мен батыс дипломаттары Қазақстан Мәскеумен қарым-қатынастан толықтай бас тартып, алыстаған жоқ, тек қарым-қатынасты аздап әлсіретті деп есептейді. Олардың ойынша, елдің ірі көршімен жақсы қарым-қатынасты ұстанудан басқа амалы жоқ. Қазақстанды Ресей мен батыстың арасында таңдау жасауға мәжбүрлеу жанжалға келетін қауіпті қадам дейді, аты жөнін атамаған шенеунік басылымға берген сұхбатында. Financial Times-тың талдауынша, Беларусьтен өзге посткеңестік кеңістіктегі елдерде Ресейдің қауіпсіздік кепілгері және ықпалды бітімгер ретіндегі рөлі айтарлықтай әлсіреп жатыр. Соңғы апталардағы оқиғалар Мәскеу бастаған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бір тұтастығына сызат түскенін көрсетеді. Ұйымға мүше Армения қыркүйек айындағы Әзербайжанмен қақтығыс кезінде оқшыдан көмек сұрады. Алайда әскери көмек сол бойы көрсетілмеді. Ресейдің орнына бейбіт келіссөзді Франция мен Еуроодақ ұйымдастырып, ара ағайындық жасады. Жақында ұйымға мүше Қырғызстан мен Тәжікстан шекарада қақтығысып қалды. Қырғызстан өткен аптада өз аумағында оқшының мызғымас бауырластық әскери оқу жаттығуын өткізуден бас тартты. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров өткен аптада Путиннің 70 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген Санкт-Петербургте өткен ТМД елдері басшыларының бейресми жиынына бармады. Қыркүйекте Самарқандтағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммиті аясындағы өткен Путинмен кездесуге кешігіп барып, Ресей президентін күттіріп қойды. Автор Қазақстан даулы мәлімдеме айтқан Украина елшісін елден шығару туралы Мәскеудің талабын орындамай, батыл қадамға барғанын келтіреді. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров, Ресей Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарованың мәлімдемесі екі елдің тең құқылы стратегиялық серіктер ретіндегі одақтастық қатынастар сипатына қайшы деген. Ресейдің оқшауда қалуы Қазақстанның экономикалық қарым-қатынасты әр тараптандыруына жол ашып жатыр.
Жыл басынан бері Ресей қазақ мұнайын Еуропаға экспорттайтын Каспий құбыр желісі консорциумының жұмысын 4 мәрте ішінара немесе толық тоқтатқан. Қазақстан мұнайды Ресейді айналып өтетін бағыттар арқылы экспорттайтын жолдарды іздестіріп жатыр. Мәскеу Украинадағы соғыспен жүргенде аймақ елдері тәуелсіз бағыт ұстанып жатыр. Бірақ сөйте тұра көршісін ашуландырып алмаудың амалын жасауда. Ресеймен жұмыс істей береміз, бірақ келіссөздегі позициямыз күшейе түседі. Ойын ережесі өзгерді. Билікте шешім қабылдаушы топтарға жақын саясаттанушылардың бірі. ақш-тағы Джордж Вашингтон университетінің Еуропа, Ресей және Еуразия зерттеулері институтының директоры Марлен Ларуэльде Foreign Affairs басылымында шыққан мақалада Путиннің Украинадағы соғысы Мәскеудің орталық Азия мен Кавказ елдеріндегі позициясын әлсіреткенін жазды. Зерттеуші Ресейдің аймақта әлсіреуі басқа ойыншылардың күшеюіне жол ашты деп есептейді. Әсіресе жақында Самарқандта өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті Ресей президенті аймақта бұдан былай ең ықпалды көшбасшы емес, көп жетекшінің бірі ғана екенін, ал Қытай президенті Си Цзиньпин мен Түркия президенті Ердоған басты ықпалды басшыларға айналғанын көрсетті дейді Ларуэль. Ресей экономикасы құлдыраған сайын Қытай аймақтағы ірі инвестициясы мен инфрақұрылымды дамытудағы рөлі арта бермек. Түркия Кавказдағы бітімгерге айналды, әрі бұл статусын кеңейтіп, бекіте түсу үшін Мәскеу мен Киевтің арасында ара ағайындық жасап жүр. ақш-қа келсек, Ларуэльдің жазуынша элита мен қоғам оны сенімді емес серіктес деп қабылдайды. ақш-тың былтыр Ауғанстаннан кетуі мен оның салдары аймақ елдерінің есінде. Автор Ресейдің әлсіреуі аймақтағы елдерге жаңа мүмкіндіктерге жол ашса да, аймақта шиеленіс туындауы мүмкін деп есептейді. Қарабақтағы шиеленіс осыны көрсетеді. Ресей экономикасының құлдырауы орталық Азия мен Арменияға әсер етеді. Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан мен Армения экономикасы белгілі бір дәрежеде Ресейде жұмыс істейтін еңбек мигранттарының ақша аударымдарына тәуелді. Ақша аударымдарының қысқаруы сол елдердегі халықтың әл-ауқатына теріс әсер етпек. Ларуэльдің пайымдауынша Ресей әлсірегенімен әлі де аймақтағы маңызды держава болып қала береді. Ресеймен арадағы әскери, экономикалық және халықтар арасындағы қарым-қатынас бір мезетте жойылып кетпей, сақтала береді. Ресейдің үстемдігі біртіндеп жойылуы мүмкін, бірақ оның орнын басатын тәртіп жүйесі әлі қалыптасқан жоқ. Ресей жасаған теракт. Түркияның солтүстігіндегі қаласында шахтадағы ірі апаттан кемінде 140 адам опат болды. Бұған Ресейдің .у атты бомбасы тікелей қатысты делінеді. Оны белгісіз десантник жарыпты. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Жер астында ондаған кенші қалған болуы мүмкін. Бұл жөнінде Түркия ішкі істер министрі Сүлейман Сойлу хабарлады. Із-түзсіз жоғалғандар 300-350 метр тереңдіктегі екі ұңғымада үйінде астында қалған болуы мүмкін. Қазір құтқарушылар 250 метр тереңдікке дейін барған. Олардың әрі қарай жылжи алуы алмауы белгісіз. Амаса қаласы билігінің мәліметінше шахтерлардың жартысына жуығы эвакуацияланған. Құтқарушылар үйінде астынан 11 адамды тірідей шығара алған. Олар ауруханаға жеткізілді. 50-ден астам шахтер жер үстіне өз бетімен шықты. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев шахтадағы апаттан ондаған адамның қаза болуына байланысты түрік әріптесі Режеп Ердоғанға көңіл айтты. Амасра шахтасында жарылыс жұма күні кешке болған. Бастапқыда апатқа трансформатордағы ақау себеп болғаны айтылды. Кейін ресми орындар шахтада белгісіз себеппен метан жарылғанын хабарлады. Тергеу жалғасып жатыр.